қай ата бабамыз айтты деп жатыр ал. Біздер мысалы келтіреміз. Қайырлы кеш тағы. Енді тағы жауап бере кетейін. Мынаны ажыратып алыңыз. Ең үлкен, ең керемет нәрсесі мен үшін сіз өзіңізді исламда деп жүрсеңіз, сіз мұсылман демейсіз өзіңіз. Сіз өзіңізді бірінші муслиммін, болмаса муминмін дейсіз. Мұсылман деген екі жүзді сатқын деген сөз. Қазақ емес, араб емес, адам түсінбейді сондай бірдеме. Бірақ неге екенін белгісіз, сол терминге жармасып алған. Бірақ біздің қазақ ата баба күшті айтқан, сен мұсылмансың деп. Демек, ол терминді жақсы қолданған, жақсы ат қойған. Енді қараңыз, ислам религиясында осы жарық дүниені олар фәни дейді. О дүние бақиды, олар пір тұтады. Мына жалған дейді, мына өмірді. О дүниеге олар асығады. Өйткені олар қайтып кетушілер. Олар Аллах илахына ғана құлшылық етеді. Бұл дүниенің қызығушылығына, бұл дүниенің алтынына, бұл дүниенің өміріне олар өсіп өнуге, олар билікке, олар өркендеуге олар ұмтылмайды. Олар қатып қалған принциптары бар, қатып қалған нелері бар. Сол хираяттан, шариғаттың, расулдың жасағандарын соған қатып қалып өмір сүреді. Сөйтіп құлдық болып, бастарын құлдық ұрып, 5 уақыт сәлияттарын оқып, тоңқайып, бір сәлият пен бір сәлияттың арасында көміліп болды. Өмірлері сол олардың. Қайтып кетеді олар. Олар бұл жақта тұрмайды. Бұл өмір оларға жалған, өтірік. Ал біз қазақ, тәңірші қазақ, біз бұл жарық дүниені таңдағандамыз. Біз осы жарық дүниеге қайтып келушілерміз. Біз өсіп өнеміз, біз өмір сүреміз, бір ұрпағымызды әкелеміз. Қыздарымызды бүйтіп мәпелейміз, ұлдарымызды бүйтіп ержүректі қып өсіреміз, намысшыл қып, арлы қып, ана тілімізді, біз шежіремізді, біз әр қанымызды қастерлейміз. Әр табиғаттағы жәндік, өсімдік, бүкіл мына су, өзен бәріне қастерлі, құдіретті, тасымыз болсын, кішкентай шөбіміз болсын, орманымыз, көліміз болсын, кішкентай жан-жарымымыз бәріне қастерлеп, табиғатпен етене жақын. Бұл біз еш жаққа қайтпаймыз. Біз өліп қалған о дүниеге біз шатағымыз жоқ. Біз оны тылсым дейміз, аруағымызды мәпелеп, арулап, қайтқанымызды шығарып саламыз. Ол қайтып келеді деп, оның аруағын тіктеп, бар оған немізді саламыз, болды. Осы жарық дүниені таңдап өмір сүріп кетеміз.